Сәлем достар, мен атым Тамерлан және мен бүгін 10-шы сыныптың физикасын түсіндіремін. Кеттік. Бірінші бөлім механика, бірінші тарау кинематика және бірінші параграфтың аты кинематиканың негізгі ұғымдары. Кинематика дегеніміз денелердің қозғалысын зерттейтін ғылым. Кинематика дене қалай қозғалады деген сұраққа жауап береді, бірақ дене неліктен қозғалады деген сұраққа жауап бермейді. Кеттік. Механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс деп дененің немесе оның жеке бөліктерінің уақыт өтуіне қарай санақ денесіне қатысты орнын өзгертуін айтамыз. Механикалық қозғалысқа жер бетіндегі немесе ғарыш кеңістігіндегі кез келген қозғалыс жатады. Мысалға, жай бір дене құласа, бұл механикалық қозғалыс. Немесе ғарыш кеңістігінде жұлдыздардың, астероидтардың қозғалысы механикалық қозғалысқа жатады. Санақ жүйесі дегеніміз санақ денесінен, координаталар жүйесінен және уақытты есептейтін құралдан, яғни сағаттан тұрады. Нүктенің радиус векторы. 1,3 суретке қараңыз. Бұл жерде екі нүкте берілген. О нүктесі және А нүктесі. О нүктесі бізде санақ басы, яғни X осының санақ басы. Ал А нүктесі материялық нүктенің берілген уақытқа байланысты, уақытқа қарай жүрілген нүкте санақ басын, яғни о нүктесін материялық нүктенің берілген уақыт мезетіндегі орнымен, яғни А нүктесімен қосатын вектор. О нүктесін және А нүктесін қосатын вектор, короче. Орын ауыстыру векторы деп дененің бастапқы және соңғы орындарын қосатын векторды айтамыз. 1,4 суретте одан басқа тағы да екі нүкте берілген, А нүктесі және Б нүктесі. Яғни дене екі қозғалысы жасаған. Біріншісі О нүктесінен А нүктесіне дейін, екіншісі А нүктесінен Б нүктесіне дейін. Санақ басы О нүктесі және бастапқы нүкте А, ал соңғысы Б. А және Б нүктесін қосатын вектор бізде орын ауыстыру вектор, және ол латынның S әрпімен белгіленеді. 1,15 сурет. Бұл жерде бірнеше қозғалыс берілген. Берілген санақ жүйесіндегі дененің қозғалыстары бір-біріне ықпал етпейді және бір-бірінен дербес зерттелінеді, яғни бір-біріне тәуелсіз болады. Енді 1,16 суретке қарайық. Бұл жерде А нүктесін және Б нүктесін қосатын үш түрлі сызық бар. А, С және Д. Бұл бізде қозғалыс траекториясы. Қозғалыс траекториясы дегеніміз дененің қозғалыс кезінде өткен нүктелерін қосатын сызық. Траектория түзу сызықты және қисық сызықты болады. 1,17 суретке қарасаңыз, бұл жерде Алматыдан Нұр-Сұлтанға пойызбен ұшақ аттанған. Ұшақтың траекториясы түзу сызықты, ал пойыздың траекториясы қисық сызықты. Траекторияның ұзындығы жүрілген жол деп аталады, және ол латынның L әрпімен белгіленеді. Жол бағыты болмайтын скаляр шама, ол тек сан мәнімен сипатталады. Яғни, мен шамалардың екі түрлерін білем. Біріншісі векторлық шама, екіншісі скаляр шама. Скаляр шамаға уақыт, жол жатады, ал векторлық шамаға жылдамдық, үдеу және тағы басқалар жатады. Векторлық шама дегеніміз бағыты бар шама. Жүрілген жол бізде скаляр шама, оның бағыты жоқ. Орын ауыстыру жылдамдығы, оның формуласы V тең болады S бөлінген дельта Т. Яғни, жүрілген орын ауыстыру векторын өзгеріс шапшаңдығын сипаттау үшін ерекше физикалық шама, орын ауыстыру жылдамдығы енгізілген. S бізде орын ауыстыру векторы, яғни орын ауыстыру векторының уақытқа қатынасы бізде орын ауыстыру жылдамдығы. Ал жол жылдамдығы дегеніміз жүрілген жолдың уақытқа қатынасы, яғни L бөлінген Т. Лездік жылдамдық дегеніміз берілген уақыт мезетіндегі дененің жылдамдығы. Бұл түсінікті.
Үдеу жылдамдық векторының өзгеріс шапшаңдығын сипаттайтын шама. Үдеу дегеніміз жылдамдықтың уақытқа қатынасы, яғни v дельта v бөлінген дельта t. Ол латынның а әрпімен белгіленеді және оның хб жүйесінде немесе SI жүйесінде өлшем бірлігі метрдің секунд квадратына қатынасы. Яғни метр секунд квадрат. Үдеудің екі түрі бар: тангенциал үдеу және нормаль үдеу. Тангенциал үдеу дегеніміз траекторияның кез келген нүктесіне жанама бойымен бағытталған үдеуді айтамыз. Жанама дегеніміз не? Бұл жерде геометрия бар. Жанама дегеніміз шеңбермен ортақ нүктесі бар түзу ма? Ал нормаль үдеу дегеніміз траекторияның берілген нүктесіндегі қисықтық центріне қарай радиус бойымен бағытталған. Үдеудің екі түрлері 1,9 суретте көрсетілген. 2 емес, 3. Бізде үдеудің үшіншісі бар. Үшіншісі бізде ортақ вектор. Ортақ вектор емес, ортақ үдеу. Бірақ бұдан бұрын мен нормаль үдеу туралы айтайын. Нормаль үдеу дегеніміз траекторияның берілген нүктесіндегі қисықтық центріне қарай радиус бойымен бағытталған үдеу. Яғни нормаль үдеу центрге тартқыш үдеуге тең, және ол оның формуласымен өрнектеледі. Нормаль үдеу тең болады v квадрат бөлінген r. Жылдамдық квадратының радиусқа қатынасы. Ал енді толық үдеу, ортақ емес толық үдеу. Толық үдеу дегеніміз тангенциаль үдеудің нормаль үдеуге қосындысы. Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы. Қазір мен жай ғана отырмын. Менің денем тыныштықта. Сіз осылай ойлайсыз, бірақ жоқ, мен денем абсолюттық тыныштықта емес. Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы бұл қиын емес, оны түсіну өте оңай. Мен жай ғана отырмын, бірақ менде қозғалсам, өйткені мен жер бетімен қозғаламын, ал жер күн орбитасы арқылы қозғалыста. Немесе екінші мысал, машинадағы адам. Ол жай ғана отыр, ол тыныштықта жоқ, ол абсолюттік тыныштықта емес, ол да қозғалыста, өйткені ол машинамен бірге қозғалады. Инвариантты және салыстырмалы шамалар. Инварианттылық дегеніміз физикалық шамалар мен заңдардың белгілі бір шарттардың немесе түрленулер кезіндегі өзгермеуі. Мысалға алсақ, ғарышкердің салмағы жер мен айда бірдей. Немесе қабырғаға соғылған доп, оның күші бақылаушыға байланысты емес. Яғни ол бақылаушыдан тәуелсіз. Егер доп қабырғаға соғылса, оның күші бақылаушыға мүлдем тәуелді емес. Болды. Рахмет достар, сау болыңыз.